нөмір 21 жалпы орта білім беретін мектебіндегі әдістемелік кабинет педагог қызметкерлердің кәсіби өсуі мен шығармашылық ізденісінің орталығы. Мұнда мұғалімдердің өзінің кәсіби және пәндік білімін жетілдіруге толыққанды барлық жағдай жасалған, және жас мамандарға тәлімгерлік жұмыстар да осы жерде өткізіледі. Бұл жерде әдістемелік кеңестер, тақырыптық семинарлар және коучингтар өткізіледі. Және әр мұғалімнің өзінің жеке портфолиолары мен мұндай электрондық нұсқаулық кітаптардың барлық толық жинақтар жасалған. Айына өткізілетін әрбір әдістемелік кеңестің тақырыбы осы жерде талқыланып, мұғалімдердің өздерінің алдындағы өзекті мәселелерді шешуге толыққанды жағдай жасалған. Әдістемелік кабинет әр мұғалімнің кәсіби өсуі мен әлеуетін жоғарылатуға, заманға лайықты білім беруге және білім сапасын көтеруге жағдай жасауға осы жерде тәжірибе алаңы деп те айтуға болады. Әдістемелік кабинет мұғалімдердің пәнді кәсіби өсуіне ықпал ететін шығармашылық орталық. Білім сапасы кездейсоқ нәтиже емес, ол жүйелі жұмыстың, бірліктің және кәсіби ізденістің жемісі. Әрбір табысты ұстаздың артында ізденіс, қолдау және орта бар. Сол ортаның жүрегі әдістемелік кабинет. Педагогтердің кәсіби дамуына бағыт беретін, тәжірибе мен жаңашылдық тоғысқан орта. Әдістемелік бірлестік отырыстарында оқыту сапасын арттыру, тиімді әдіс тәсілдерді енгізу, оқушы жетістігін талдау басты назарда. Әр шешім тәжірибеге негізделген, әр ұсыныс нәтижеге бағытталған. Мұнда біз семинарлар, коучингтер, шеберлік сыныптары арқылы тәжірибе алмасып, бір-бірімізден үйренеміз. Жас маман мен тәлімгердің жұмысы жас мамандарға бағыт-бағдар беріп, тәжірибелі ұстаздардың қолдауын ұйымдастырамыз. Әдістемелік кабинет жоспарлы жұмыс пен нақты нәтиженің кепілі. Әрбір құжат сапалы білімге бастар қадам. Әр мұғалімнің жұмыс орны ізденіс алаңы. Мұнда жаңа идеялар туып, сабақ мазмұны жаңарады. Заманауи технологиялар сапалы білімнің құралына айналады. Бұл жердегі әрбір жұмыс сабақ сапасына, ал сабақ оқушы жетістігіне әсер етеді. Бұл тек кабинет емес, бұл идеялар зертханасы, шығармашылық алаңы, кәсіби өсу мекені. Белсенді сабақ, оқушылар жұмыс жасап жатыр. Әдістемелік жұмыстың нәтижесі сабақта көрініс табады. Оқушының қызығушылығы мен белсенділігі басты көрсеткіш. Дарынды оқушылар жүйелі еңбектің айқын дәлелі. Жетістіктер мұғалім мен оқушы еңбегінің бірлігі. Әр жеңіс үлкен еңбектің нәтижесі. Бұл жұмыстың үйлестірушісі директордың әдістемелік ісі жөніндегі орынбасары. Жоспарлау, талдау,
бағыт беру, кәсіби басқарудың негізі. Әрбір бастама нақты нәтиже үшін, әрбір қадам сапалы білімге бағытталған. Біздің мақсатымыз мұғалімді дамыту арқылы білім сапасын арттыру. Әдістемелік кабинет болашаққа бастар сенімді қадам. Біз бір мақсаттағы ұжымбыз. Бізді біріктіретін сапалы білім мен кәсіби жауапкершілік. Әдістемелік қызмет білім сапасының тірегі, мұғалім дамуының кепілі, оқушы жетістігінің бастауы. Біз болашаққа сапалы біліммен қадам басамыз.